Басқалар жаратпайтын жағымсыз әдеттерден тыйыла біл. Кісілік өмірдегі ең қажетті қағидалардың бірі басқаларға оңай білу, біреудің қитығына тимеу, адамдар арақатынаста сыйымды болу. Бойыңдағы ұсақ-түйек нашар әдеттер басқалардың сен жайлы көзқарасын өзгертетін болады. Сондықтан өз бойыңда болымсыз да болса кінәрат бар ма, жоқ па деп тексеріп отыруды ұмытпа. Күнделікті тұрмыста болар-болмас бір жетерсіздіктердің біреулерді қасына жан жаумас адам етіп қоятынын көп көреміз. Осы зәредей олқылық ай сәулесін төсе алмайтын шарбы бұлттай ғана болғанымен адамның бойындағы әсілі бар сұлулық пен пәктіктің шұғыласын әлсірете алады. Сондықтан ортаңа сыйымды адам болам десең, мұндай кінәраттан арыл. Бірінші, есінеуден аулақ бол. Досың екеуің бірер іс жайын кеңесіп жатқанда, әсіресе досың бар зейін зердесімен өз ойын ортаға қойып жатқанда есінесең орынсыздық болады. Бәлкім сен шаршадың дейік, солай да өзіңді мүмкіндігінше тежеуің болар. Әлеуметтік орындарда шаршы топтың ішінде қалай есінеуден сақтанатын шығарсың. Мүбәда ескі досыңа кезігіп кеңесе қалғаныңда, оны бадырайтып қойып есіне жөнелсең, сөз жоқ досыңның көңіліне келетінін білетін шығарсың. Ел алдында есінеудің басқаға қалдыратын әсері сенің шаршап шалдыққаның болмастан қайта мезі болады, жалыққан ыңғай танытқаның болады. Екінші, құлағыңды мұныңды шұқудан аулақ бол. Бір ыңғайлы нәрсе көрсе ақ қолы қышып, құлағын шұқылай жөнелетіндер бар. Әсіресе асханада ел шай ішіп, тамақ ішіп жатқанда шұқитынын қайтерсің. Бұны көрген адамның құсқысы келмей қалмайды. Бұлай істеу өзіңе ұят, өзгеге құрметсіздік болады. Бәлкім бұны ықылас қоя тыңдаудың қамы дерсің. Дәл сол сәтте қисыны келіп тұрған жоқ. Осыған ұқсас саусағың мен мұрыныңды шұқығанның да әдептен аттағандық. Үшінші, тіс шұқудан сақтан. Қонағасында отырғанда тіс шұқитын жайт қашанда болып тұрады. Бірақ бұл болуға тиісті қалыпты құбылыс деп аузыңды кереғарсы ашып, тісіңді шұқысаң жөнсіз болады. Ал тісіңе қыстырылған тамақ қалдығын оңды-соңды түкірсең, ұяттың үлкені сол. Мүбәда тісіңді сөзсіз шұқуға тура келсе, сол қолыңмен аузыңды қалқалап, қырын қарап отырып шұқы. Қалдық тамақты шытқа орап алып қой. Төртінші, басыңды қасыма. Шашының қайызғағы көп кейбір адамдар қайызғақты қышытып мазалауына төзбей, әлеуметтік орындарда отырғанда да басын қасып қайызғағын бұрқыратып қағадай келіп, бұл көпке көңілсіздік әкелетін көргенсіздік немене. Бұл әуелі әлеуметтік орындарда көп адам бас қосқан шаршы топта желді бейіл қоя беріп састатын санасыздықпен барабар әдепсіздік. Әсіресе қонағасында салтанатты қимылдар үстінде көрілген мұндай нашар әдетті қалай кешірерге. Бесінші, екі тізеңді селкілдетпе. Мұндай жайт тұрған кезде емес, көбінше отырғаны байқалады. Бұған бола ешкімнің ештеңесі бүлініп кетпегенмен, көрер көзге қалыпсыз сезіледі. Тіпті айналасындағы адамдарға мынаны көңілінде қобалжу бар ма деген күдік тудырады. Сондықтан бұлда басқалар алдында бір түрлі құрметсіздік болады. Одан қала берсе, екі аяғыңды ербеңдетіп, селкілдеп отырудың өзі сөлекет іс емес пе? Алтыншы, жел шығып кетіп жүрмесін. Жел шығу әсілі қалыпты физиологиялық құбылыс. Бұл денеге пайдалы бактерияның қорылтуы. Қалыпты физиологиялық жағдайда орындалуға тиісті орынды жай. Бірақ әлеуметтік орындарда талғамсыз тарс еткізу
жалпы райды бұзбай қалмайды. Ал жымсымалық істесең, азап ойыңды қаза қылатын бөтен істен қайда қашып құтыласың. Тәжірибелі бір адамның айтуынша, жел қысып келіп қалғанда 3 рет терең тыныс алу керек екен. Болмаса, топ ішінде бір сәтке тайып тұрған әбзал дейді. 7. Сыдырмаң ашылып, аяқ киіміңнің бауы шешіліп жүрмей. Бұл бір аңдамаудан туатын ағаттық. Бірақ аңдамаған екен деп аяп қалуға болмайды. Аяқ киіміңнің бауы шешіліп, сымыңның сыдырмасы тартылмай жүрсе, әрине қалың ел алдында өзіңді ырықсыз, өзгені ыңғайсыз күйге түсірмей қалмайды. 8. Тырнақ өсіріп, оның кірін тазаламаудан аулақ бол. Бәлкім тырнақ өсіру де бір түрлі әуестік шығар. Солайда кейбіреулер оны лайықты алып тазалап тұруды ұмытып қалдырады. Бұл да басқаларға құрметсіздік болады. Біреумен қол алыссаң, темекі алсаң, сапқы ұстасаң, бәрінде сорайған тырнағың мен оның астындағы қап-қара кір көзден таса қалады деп ойлама. Ұятқа жолдас болған деген осы іс емес пе? 9. Басқаларды ай үй деп шақырма. Телефон берген немесе алған кезде қашанда адамдар алдымен әй үйіммен тілдесуді бастап алып, сосын қайырлы таң немесе сәлеметсіз бе деп амандық сұрасады. Бірақ кейбір адамдар жолай кезіккен достарына да алдымен әй немесе үй деген бет ашарын айтып салып, содан кейін сәлемдеседі. Бұл әдептен аттағандық. Әу баста ақ фамилиясы немесе атын атап шақыру керек. Жөн сұрамақ болған біреулердің жүргіншілерді әй үйлеп шақырып жататынын үнемі көреміз. Қарсы жақ көлденең кісі болған күнде де алдымен аман сәлем жасап, одан сізден жөн сұрайын деген едім деп ығын келтіру керек. 10. Әлсін әлі қол сағатыңа қараудан сақтан. Мүбәда пәлендей асығыс шаруаң болмаса, біреуден кездесуге келісіп қоймасаң, достарыңмен қызу қысыр кеңес құрып отырғанда ең жақсысы қол сағатыңа аз қара. Осындай елеусіз әрекеттен досың мынаның басқа маңызды шаруасы бар екен, ендігәрі кеңестің мүмкіндігі қалмапты, шаруасы бар екен деп сені менің әңгімемнен зеріккен екен деп қате түсінеді. Шынында асығыс шаруаң болса, екі удай болмай нақты жағдайды түсіндіріп, тағы бір ортаны келгенде кездесуге келісіп, кешірім сұра. 11. Уақытқа құрмет етуден аулақ бол. Бір сүйкімді сылқым болыпты. Оның әдемі түрінен талшыбықтай бойы құп жарасып, жан дүниені елтер керек. Баптап басқан жүрісі де жүрекке жылы тимей қалмайды. Ол киімді де өте жарасымды киеді екен. Әсіресе жеңіл шағидан қабаттай тігілген көйлек киюге әуес. Оның назды әуені, тәтті сөзді, сыңғырлаған күлкісімен соғысқанда еріксіз елеңдетеді. Онымен бірге болу шынында жанға жайсаң, бірақ осындай сылқымнан ел неге мез болады? Сөйтсе, оның уақытқа мүлде құрмет етпейтін сүйкімсіз әдеті бар екен. Достары онымен бірге саяхатқа шықпақшы болып, аялдамада күтеді. Басқалар түгел келіп болғанда, оның қарасы да көрінбейді, сарылып, ары күтеді, бері күтеді, келмейді. Біреулер күте тұрайық десе, біреулер таққа таусылып кетейік дейді. Мұндай жайт бір емес, екі емес, талай рет кезігеді. Бұл ақыры келді ау, әйтеу, бірақ өзі ештеңе болмағандай сылқылдай басып еркін жүр. Баз баяғысындай нәзді көңілді, күлегеш, басқаларды жазғыруын елепте қоймайды. Қайта берсең кешіріңдер деген бір ауыз сөзі де жоқ. Оны не білген ойы бар, кім білсін? Бірақ ақыр аяғы адамдар ара қатынастан қағыс қалады. Өйткені ел одан мез болды. Әр жолы басқаларды сонша көп уақытын жеу,
кешірілмес күнә деді. Мұндай нашар істі әсте болғызбау керек. 12. Біреуді жеке ісін сұрастырушы болма. О бикеш ақ көңіл, ашық жарқын, жаны жайсаң адам. Ол жүрген жеріне шаттық күлкі сыйлап жүреді. Сымбатына, сияпаты сай, жамалы айдай ару, жасанысы да жанға жайсаң. Бірақ оның басқалардың жеке ісін сұрастырып кеп жүретін жаман әдеті бар. Барған жерінде басқалардың отбасы жағдайын, кірісін құт-қуырлап сұрайды да отырады. Әуелі байқатпай, елдің керек жарағын ақтарып, хатын ұрлап оқиды. Онан да сорақысы, естіп біліп келген елдің жеке басына қатысты істерді қысыр кеңес сұрағанда маңыратып айтып отырады. Бұнысының әлгі адамдарға қандай зардап әкелуімен жұмысы болмайды. Оның бұл ісі кісіні әбден ығыр қылады. Әуелі одан бұның қандай мақсаты бар деп күмәнданасың да, іс жүзінде оның бөтен ойы жоқ. Осыны қызық көреді, әрі осындай әңгіме дүкенін құруды ұнатады. Қызық көруден басқалардың жеке ісіне зілсіз әуестенеді. Қысыр кеңес құрамын деп жүріп, өзі білген сырын да жайып салады. Бірақ ол осы аңғалдығының басқаларға қаншама көңілсіздік пен көңіл күптілігін әкелетінін сезбейді. Қоғам қашанда күрделі болады. Сондықтан адамдар жеке басының тыныштығы үшін көп істерін басқаларға білдіргісі келмейді. Басқаларда ерекше алаластығы, жақындығы болмаса, елдің жеке ісін тақымдап сұрап кетпейді. Ал көңіл бөлу тұрғысынан ақуал ұқығысы келсе, қарсы жақтың мақұлдауын алуың, оның ырықтылықпен айтуын күтуің керек. Ол айтқысы келмесе, жығыла байып сұрама. Өздігінен барлық мән жайды айтып жатса, оны сен ақпарат есебінде жалпақ жұртқа жайып жүрме. Сайысып келгенде басқалардың кеңесін ұрлап тыңдап, басқалардың хатын, қойын дәптерін немесе басқа құжаттарды ұрлап оқу шынында кешірілмес ағаттық. Қадірменді тыңдармандар, сіздер өздеріңізге де бір жақсы ой салдым деген ойдамын. Құлақ қойып тыңдағандарыңызға алғысым шексіз. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Және де қандай ой түйдіңіздер төменге жаза кетсеңіздер болады, ортақ талқыласамыз.